Assalamualaikum. Құрметті Уалейкумассалам. көрермендер. Қазір бір-біріміздің қонақтамыз. Ағамыз Дәуренбек Аубакир, Евразия университетінің профессоры, мұғалімі, математика, информатикадан сол саладағы. Сіз өзіңіз айтып бересіз бе? Өзіңіз өз туралы сәл-сәл қысқаша. Қазір жұмысыңыз Евразиялық университетте істейсіз ғой, иә? Иә. Армысыздар, көрермен қауым. Енді жаңа Әнуар мырза айтып кетті ғой, кіріспеде. Мен осы Евразия ұлттық университетінің профессоры болып қызмет істеп отырмын. Енді шынымды айтсам, осы бір жерде 40 жыл болды қызмет істегеніме. Ал оның алдында 5 жылдай Көкшетау пединститутына қызметке жолданған болатынмын. Сол жерде 5 жыл істегеннен кейін 79 жылы 9 осында ауысып келдім. Осында Целиноград инженерлік құрылыс институты болатын. Соған аға оқытушы болып келгенмін 79 жылы. Міне содан бері Ақмола университеті болдық. Онан кейін Евразия ұлттық университеті болып Лев Николаевич Гумилевтің атын алдық. Міне оған да 20 жылдан асып кетті. 1996 жылы болатын. Енді сол 25 жылдығы жақындап келе жатыр деп айтуға болады. Осы Евразиялыққа 25 толды ма сонда? Толайын деп жатыр, иә? Иә, ендігі жылы. Және де ертең университетіміздің ресми күні болып есептеледі 23 мамыр. Ал менің туған күнім шын айтсақ 22 мамыр. Яғни мен бір-ақ күн үлкен екенмін о жағынан университетімізден. Бірақ енді жас жағынан алсақ енді әжептәуір жасқа келдік. Осы 70 жасымның 45 жылы осы мынау жоғарғы оқу орындарында содан ешқайда ауыспай, адаспай осы жүйеде жұмыс қызмет істеп келе жатыр. Енді біраз сіз қай мамансыз? Қай жағынан мамансыз? Сіз тарихшы кімсіз? Мен мамандығым бойынша математикпін. 1974 жылы Мәскеу мемлекеттік университеті Михаил Васильевич Ломоносов атындағы соның механика-математика факультетін математика мамандығымен тәмамдаған. Содан бері міне осы ғылыми салаларда содан кейін оқу жүйесінде қызмет істеп келе жатыр. Толық есімім Дәуренбек Әз Жәнібекұлы, тегім Әубәкір. Өте жақсы. Енді мен сізге сұрақ қоя берсем, сіз математиканы қай саладасыз қазір? Қай саладан сабақ бересіз ба? Енді алгебрадан ба? Математик болғаныммен мен міне 35 жыл болыпты математикадан сабақ бермеймін. Оның барлық салаларынан сабақ бердім деп айта аламын. Мынау жаңағы Көкшетау пединститутында жүргенде 5 жыл. Содан кейін осы жерге ауысып келген жылы 1-2 жыл математикадан сабақ бердім. Қайсынан беріп жатсыз сонда? Қайсынан беріп жатсыз? Енді оның кейін 80 жылы информатика пәнінен сабақ беруді бастады. Өйткені сол жылы вуздарға ТИР деген жаңа пән енгізілді. Техника, инженерлік, экономический расчетах деген. Сол пән 5 жылдан кейін 85 жылы, яғни мектептерге енгізіліп, информатика деп аталып кетті. Мен сол информатика пәнін көптеген жылдар мен дәріс оқыдым. Аға, сіздің Windows па компьютерда? Компьютерда Windows қолданасыз ба? Windows қай тілде орнатылды? Сізде қай тілде Windows? Windows менің орыс тілде ме? Орыс тілдегі, бірақ
жұмыс істеу ортасы қазақша. Иә. Бізде көбімізде былай дүкенде сатылады тек қана орыс тілде. Сіз Евразия университетке 25 жыл болды, тәуелсіздігімізге 30 жыл дегенімізге енді қазақ тілдің жағдайы осылай болып тұр. Енді сіздің да бір жауапкершілік ғалымдардан да бар шығар ондай. Қараңыз, сіз информатикадан, кибернетикадан деп жатсыз, 30 жыл өтті тәуелсіздігімізге, а бізде Windows тек қана орыс тілде болып жатыр. Біреулерге Microsoftқа телефон соқсақ, бір сұрақ қойса, тек қана орыс тілде сөйлесе аламыз. Қазақ тілде программалар, бағдарламалар жоқ. Бұл болады ғой, сөйлегенде түсінетін. Қазақ тілде біз қазақша сөйлесек, компьютер біздің темір түсінбейді. Не болмаса кері мәтінді аударуға қазақ тілге, мәтінді қазақ тілімен сөйлейтін программалар жоқ. Көрдіңіз ба, қалай? Қалай, не деп ойлайсыз ол? Не себебінен бұлай болып жатыр? Енді, бұл көтеріп отқан мәселеңіз өте зәрулі мәселе. Біз енді бұл жағынан енді кімді кінәлаймыз деген мәселені қазір айту өте қиын. Себеп. Кінәлі деген бізде жоқ, болмайды кінәлі деген. Енді себеп. Қандай кедергілер бар? Себеп бар. Өйткені ең бастапқы кезде осы мынау егемендік алудың бас жағында, егемен болудың бас жағында, әрине бізде мүмкіндік болды. Мынау компьютерлік ақпараттық жүйелерді, IT технологияларды қазақшалап алудың мүмкіндігі болды. Бірақ ол кезде бізде қаражат соған жетіспейді, біз әлі кейде елміз дегендей сылтаулармен әйтеуір созылып, міне осы күнге дейін осындай біз жағдайға келіп отырмыз, өзіңіз айтып отырған. Ол жағынан енді бұл арада айтып отырмын ғой, кімді кінәлайтынымызды да білмейміз. Бірақ енді оның себептерін білеміз. Бізде біздің жастардың арасынан мамандар шығатын еді. Ол Windows'та да басқа жүйелерді де, компьютердегі осы мобильдік жүйелердің барлығын қазақшалауға біздің жастардың әлеуеті жетеді. Міне 30 жыл болды болашақпен шетелде оқытып жатырмыз балаларымызды. Бұлар енді көбі маман болып келіп жатыр. Міне соларға егерде тапсырма берілсе, ол жоғары деңгейде қолданып орындалса, ол баяғыда қолға алынып жүзеге асырылар еді. Біз осындай жағдайда қазір жүрмес едік. Оның барлығы сол анау Unicode-тан басталады. Unicode-ты жаңағыдай әрбір елдер, көптеген дүниежүзінің елдері жан таласып өздерінің жаңағыдай әліпбилерін сол Unicode-қа енгізіп жатқанда, біз жайбарақатқа салынып кеттік. Сондықтан қазір оны әрине жүзеге болады, оның ешқандай қиындығы жоқ, бірақ соған саяси шешім керек. Аға, биылдан бастап па бізде қазір жаңа білім министрі, аты жөні кім оны? Есіңізде ме? Асхат. Маған былай қарағанда білім министріміз бар? Иә, өткенде бір көріп қалдым, онлайн енді жұмыстар жасап атқан бірнеше адамдарменен. Біреуіне кәдімгідей қадағалам айтқан, қазақша келістік қой, қазақша сөйле. Көбінде олар орысша сөйлейді. Жиналады ғой, әсіресе техника мамандар орысша сөйлейді және қазақша түсінбейді. Солай болып жатыр. Енді жаңа білім министрі мүмкін бізді тыңдар, естер, сол жақтағы кісілер. Енді бізге жақын, былай қарағанда, бізге дегенде, сізге осы салаға жақын айтып атқан, ол білім және ғылым министрлік, дұрыс қой. Осыны бір шешімі деп ойлаймын. Бізде бізде балаларды мектепте оқиды ғой, информатикеден сабақ бар. Енді маған оңай айту, мен айтатын өте әлсіз сабақтар. Қазақ тілде, қай тілде де болса да, әсіресе қазақ тілде информатика бергенде балалар мектепті бітіреді,
үштене Word пенен шұқылайды да, былай қарағанда ары қарай мүмкін Excel'ді қалай үйренеді, программа, бағдарлама жасау. Жақсы. Әнуар мырза, егерде сіз маған бұны мәселе сұрақ ретінде қойып отырсаңыз, мен жауап берейін, қысқаша бірақ. Қысқаша жауап берейін. Бұл енді шынында біздің әлгі екінші бір жаңағы ауруымыз деуге бола ма, жаңағы сылтауымыз деуге бола ма, сылтау дейді ғой. Сол секілді бізде не көп? Министрлердің ауысуы көп. Қаншама министрлер осы көз алдымыздан өтті. Мұнау біздің білім министрлігіне біз барып кіре алмаймыз өзіміз. Бір қайда бұларға үкіметтен де, халықтан да тыстары, аналарға көкте отырғандай. Мен осы министрлікке жаздым, бірақ өз министрімізге, міне жаңа министрімізге кіре алмай жүрмін. Бұрынғы министрлерді мақтайтын ешқандай жолы жоқ. Олар да сондай бір керемет, бір кабинеттік чиновниктер болатын. Олардың біздің білім жүйесін көгертпейтіні әу бастан белгілі болатын. Мына Ерлан Сағадиев оны әбден көрсетті. Барлығы, басқалары да сондай болды. Көшербаев та болды бізде, Түймебаев та болды. Барлығы тек қана өздерінің қалтасын қалыңдап алып, сол жағын ғана ойлады. Ол біздің жастарды, біздің білімді ойлағандар шамалы. Аға, осылай жасасақ, қалай осылай болса ғой деген. Біз қазір екеуміз сөйлесіп жатырмыз ғой. Сол білім министрлікпен енді осы программамен, бағдарламамен, олар да бізді естісе, кәдімгі онлайн біз құрастырсақ, осылай ұйымдастырсақ, қалай жақсы болатын еді? Несі бар? Анарымызда. Несі бар? Біз өзі қорқатын уақыттан да кеттім мен. Біреуге жалтап кетті уақыттан кеттім. Сосын осы ұйымдастырып көрейік. Мен хат жазасың ба, сіз хат жазасыз ба, білім министрге айтатынымызды тыңдап алсын, мысал. Менің айтатыным бар, сіздің айтатыныңыз бар, сол жағынан. Мен енді бастағанымын қазақ тілінде білімнің сапасы. Әнуар мырза, егерде мен тыңдасаңыз, менің ақылымды болсаңыз, сіз осы бейне роликті жасаңыз, ютубта соны, яғни түсіріңіз ютубқа, соны министрлікке жолдаңыз. Мен айтатын сөзімнен оның алдына барсам да айтамын. Соны қай жерде болмасын, қай деңгейде болмасын, мен айтқан сөзімнен ешқашан қайтпаймын. Сондықтан да ол айтатын нәрселер бар. Әзірше оның құлағына алтын сырға, бірақ та көп мәселелер осы күнгі біздің жағдайымызға сай келмейді. Бізді жаңағыдай мамандарды ешкім тыңдап отқан жоқ. Олар өздері бір жиналыс, анау-мынаусын өткізеді. Жаңағыдай жаңа жыл оқу жылының басында мектептің мұғалімдерімен бір жиналыс өткізеді. Соның кейін өздерінің білгенін істеп жүре береді. Ал енді біздің оқу жүйесін сол көтерейін, осы халқымызды көгертейін, ол аға қосымшалар. Қараңыз, бізде осылай болып тұр. Қазақ тіл мәселені мен енді көрсе, байқасам, бізде қазақ тілде бар жазушылар, ақындар, тағы да кімдер бар, сайқымазақтар да бар қазақ тілде, тарихшылар бар шығар. Нақты білімнен бізде қазақ тілде бір сөйлеп атқан елменен қазақ тіл мәселені көтеріп атқан жоқ. Математикадан жарайды бар бізде қазақша бар, программированиедан бір қазақ тілде шығып айтып атқан, осылай жиналып ақылдасып кеңестеп атқан кісілер жоқ, көрінбейді. Программа үйренген, программирование, информатикаға кеткен балалар көбінде орыс тілі болып қалып, маңгүрттеніп жатыр. Кез келген, мысалы, смартфонды алғанда, о жерде функциялар бәрі енді орыс тілде, немесе қазақ тілде аз болып жатқан.
сол жағынан біз қазақтандырту деп жатырмыз. Ол мемлекеттік тіл, ол біздің тәуелсіздігіміздің бір берігі, ұлттық қауіпсіздік осыдан көрінеді. Бізде қауіптілі болып жатыр. Қазақ тіліне қарағанда қазір жастарға ыңғайлы болып тұр орыс тілі. Қазақ тілі сол жағынан енді үкімет басқа мемлекеттерде оған қадағалам қарайды. Бізде ондай жоқ деп айту болады. Мен көріп атқан емеспін мемлекет тарапынан. Білім министрлігі сөйлегенде бір-бірімен орысша сөйлеп жатыр, ақылдасқанда солай болып жатыр. Нақты қазақ тілде талап ету керек. Қазақ тілді дамуымыз керек. Ол жағынан ғалымдар, нақты білім бар. Филология дейміз ба, лингвистикадан ғалымдар, олар үлес қосу керек. Және де кәдімгідей олармен сөйлесе, мысалы, филологтермен үкіметке сілтеме жасайды, сылтау жасайды. Ой, осындай бап бар, сондай, содан болып жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Болса, сен шыңғыру керексің, ғылым болсан. Баяғыдан бері айту керексің. Мен оларға айтып жатырмын, филологқа, кешіріңіз, сізге айтып жатқанда кешіріңіз, математиктер. Әнуар мырза, сіз маған бұны, яғни проблемалық мәселе қойып отырсыз ба менің алдыма? Біз анау айтып жатырмыз, бізді министр егер тыңдаса, соны айтып жатырмыз. Сіз әзірше өз пікіріңізді айтып жатсыз. Мен оған жаңағыдай қосатыным бар сіздің пікіріңізге. Мынау енді жаңа жалпы жүйе туралы айтты. Қандай амалдау жүйесімен, биін дауыс па, Linux пе, Mac па дегендей. Оны шешу үлкен қаражат талап етеді. Сондықтан да оның ең алдымен саяси шешімі болу керек. Анау әлгі ЕГОП деген бізде электронды үкіметіміз бар ғой. Міне соны жасап жатқан кезде 4 рет осы жаңағыдай конкурс жарияланды. 4 ретінде де ақшаның бәрін жеді. Жейтіндерін барлық жекпайды. Ең соңында Абдымамонов, біздің вице-министр болған жігіт азамат. Сол бір күні қарасып теледидардан Билл Гейтстің алдында тұр. Сонда Билл Гейтске не үшін барған дейсіз ғой? Бізге осылай біздің Қазақстанға электронды үкімет жасап беріңіз деп соның алдына жалынуға барған екен. Міне ол 4-ші рет жарияланған конкурстың кезінде. Ол конкурстарда біз мамандар қатыспақшы болдық. Мен ұсынысым бойынша Мұхтарбай ағамызды мен өзіме жаңағыдай аға ретінде алып, ақылшы ретінде алып, біз сол конкурсқа қатыспақшы болып, құжаттарымызды тапсырдық. Ол мемлекеттік жаңағыдай электронды үкіметті толығымен қазақша жасауды ғана біз ұсындық. Өйткені біз елімізді қазақша сөйлеуге, қазақшаны түсінуге, жалпы менталитетті қазақтандыруға осындай бағыт бұру үшін жасаған едік. Біздің ұсынысымызды ешкім қабылдамады. Сонан кейінгі жағдайды өзіңіз қазір білесіз. Мұхтарбай аға Өтелбаев қой, иә? Академик. Өзіміздің белгілі дүниежүзі білетін Мұхтарбай ағамыз. Міне, сол академикті алдыма салғанның өзінде мені ешкім елемеді. Ол ұсынысымызды қабылдамады. Егер де ол қабылданған болса, қазір бұл әңгіме көтерілмес еді. Өйткені елдің бәрі, сонау чиновнигіне дейін, қайсысы аппараттар дейін, жоғарғы аппараттарға дейін. Үкіметтің өзі де қазір тек қазақша сайрап отырады. Өйткені электронды үкімет тек қана қазақша. Яғни оның жаңағы ережелерін қазақ түсінбесе, онда барлық жаңағыдай өздерінің нәпақасынан айырылады. Орыстар да, басқа да біздің осы отандас бауырлар, басқа да. Олардың күткені сол кезде сол еді. Біз соны оларға бере алмадық, ұсына алмадық. Сондықтан да олар, ой, қазақ тілі бізге не керек? Оның ешқандай қажеттілігі жоқ. Күнделікті мынау тұрмыста ғана болуы мүмкін, жаңағы ошақ қатысы отбасында. Ал енді оның кәсіби ортада ешқандай қажеттілігі жоқ деп өзі мұрындарын шүйіріп жүргендер сондықтан.
міне осындай кішкентай мәселелерден басталады. Басқа елдерге барыңыз, ана Прибалтика елдеріне барыңыз, олардың электронды үкіметтері қай тілде сөйлейді екен. Соны барып көріңізші. Немесе басқа үлкен дамыған елдерге де барыңыз. Жалпы, біз кейдерге шашалда бас алып жіберетін жағдайларымыз бар. Сондықтан да біз көп жүргеніміз осы мәселелер. Мына латын әліпбиіне көшу. Латын әліпби бар. Бұл да проблема комплексный проблема деп жасады ғой. Соған қоса 30 жылда мамандарды өсірмеді қазақ тілді. Қазір енді Қытайдан келіп атқан бір қандастарымыз бар. Мүмкін соларға көп жол беру керек ба. Олар енді Қытайда кәдімгі таза қазақша оқыған мамандықтарды жақсы бар, байқап жатырмын. Соларға жол берсек көбірек. Өйткені біздікілер енді бираздары өшкен деп айту болады да. Қалай ойлайсыз? Енді Қытайды бекер емес шығар, тілге тиек етіп отырған. Жалпы, енді Қытай үлкен көршіміз, Ресейде зор көршіміз. Онда да біздің Қытайдың қазақтары оралман деп жатырмыз қандастарымызды. Осы жерде жүр ғой, сіздердің университеті де бар ғой, олар таза қазақша сөйлейтіндер, құр ғана қазақша сөйлейтіндер, соларға жол беру керек деп айтсам. Ол да дұрыс, саясаттың бір дұрыс шешімі болар еді. Шынында да кейде біздерге сол Қытайдан келіп отқан қазақтарды, Монғолиядан келіп отқан, басқа да елдерден қайтып оралып отқанда оралман деп кейде кемсітеміз. Ал енді қазіргі Қасым-Жомарт Кемелұлының айтып отырғаны, ол кісінің жаңағы жүргізейін деп отырған саясаты өте дұрыс. Оларды біз қандас деуіміз керек. Оралман деп кемсітудің ешқандай орны жоқ. Өйткені олар Қытайға кеткен жоқ. Олардың бабалары кезінде кезінде Қытайға өтіп кеткендер. Мен өзім мысалы ата-бабам бай болатын, мынау омбы жақтың жаңағыдай керейлері болатын. Солар мысалы өздерінің байлығын сақтап қалған деп Қытайдың шекарасын өтіп кетпекші болды. Сөйтіп Семейге қарай жылжып, жеткенде Кампескеге түсті. Яғни малдарынан, бүкіл байлықтарынан айырылып қалды. Сондықтан олар арғай өтпей қалған болатын. Әйтпесе мен де қазір Қытайдан келген оралман болып отырар едім. Бірақ енді, міне, сондықтан әр нәрсенің өзінің орны бар. Ешқандай оралман деп оларды кемсітудің қажеті жоқ. Оларды өзіміздің, яғни оларды айтып кет, мен айттым ғой, оларды кемсітіп атқан біз жоқпыз, ал оларға жол ашу керек, кері. Кәдімгідей, ол да ұсыныс, мысалы, білім министрлік болсын, тағы да кім болсын, информатикадан. Қазір информатика ғылым деген бар ғой, я? Олар математикадан бөлек па, әлде математиканың ішінде ме? Информатика. Шынында да, Әнуар мырза, біз өзі кішкене ғылымға қарай, яғни жылжиық. Өйткені жаңағыдай саясатқа еніп кетсек, біз әлгі батпаққа, сорға енгенде одан шығатын. Дұрыс. Информатика, математиканың ішінде ме, әлде бөлек па? Енді осы ғылымдардың айналасында әңгіме қозғайтын болсақ, математика енді ол классикалық ғылым. Оның енді қазір дамығандығы соншалықты кейбір саласын математиканың өзіне жатқызу қиын. Ондай да қазір мәселелер бар. Өйткені информатика туралы әңгіме қозғап отырса, сол үшін айтып отырмын. Біз информатиканы 80-ші жылдары жаңа дәріс бере бастағанда бәріміз ойлайтынбыз, бұл математиканың бір саласы деп. Өйткені ондағы негізгі ұғымдар, онда негізгі ұғым бұл алгоритм болады. Алгоритмді, бұл алгоритм деген терминнің өзі ұлы ғалымдардың бірі, ғалымдардың бірі. Сол кісінің есімімен аталды, ол математик болатын. Яғни арифметиканың мынау амалдарын
орындаудың алгоритмін жасаған ғалым, ғұлама. Сондықтан Кім естілмей қалды? Аты жөні кім? Хорезми. Хорезми да. Хорезми алгоритм. Иә. Былай қарағанда көрші естілмей болмаса. Алгоритм деген сөз. Соның әлгі ағылшынша, ең алдымен латынша, соның ағылшыншаға транскрипция, түрлендірілген атауы. Алгоритм деген ол Аль-Хорезми деген сөз. Міне, сол алгоритм негізінен ол математикалық әдіс болатын, әсіл. Бағдарлама, яғни құрудың негізгі ол ережесі болып табылатын, негізі болып табылатын. Ал ол жаңағыдай негізінен математикалық формулалар өрнектерге жаңағыдай негізделген болғандықтан, оны бәріміз ойлайтынымыз, бұл енді болашақ информатика ғылымы, бұл математиканың бір саласы болады ғой деп. Ал енді қазір өзің әңгімеге өтіріп отырсың, информатика деген ғылым бар ма деп. Ондай ғылым, мен айтар едім, бір жағынан бар секілді, екінші жағынан жоқ ондай ғылым. Бізде бар ма информатиканың докторлары, профессор деп, кандидат деп аталатын ғалым бар ма? Мысалы, мен информатикадан бір доктор, PhD ма бар ма ондай? Информатикадан бөлек, математикадан? PhD бар, PhD-лер бар, сайенс бар. Информатик сайенс бар. Мысалы, шетелдегі жүйе бойынша ондай бар. Информатика қай жылдардан, қай ғасырдан бері енді басталды деп айтамыз? Кім оның әкесі, көкесі, бастаушы? Информатика, ол енді, мен айтып отырмын ғой, оны толық мәнінде ғылым деп айтуға болмайды. Бірақ оның енді бастауында тұрған ғұламалар болды. Бізде мысалы мынау кибернетика деген ғылым кезінде тыйым салынған ғылым болды ғой. Тыйым салынған. Ол қай кездерде? Назарбаев тыйым салды ма? Кім? Қай кезде болды? Бізде? Сталиннің өзі генетика деген ғылымға, кибернетика ғылымға, генетика деген ғылымды ең алдымен кибернетика. Не себебінен ол? Қалай ол? Не сылтауменен? Қалай ол? Ол, яғни, ол біздің мынау коммунизмді құрушылардың моральдық, яғни, әлеуетіне сай келмейді. Ол бізге жаңағыдай, мынау буржуазиялық идеологтардың танып отырған жаңағыдай өтірік ғылымдар. Өйткені балалар смартфонменен отырып, ойын ойнайды деп, Сталин кезінде тыйым салынған кибернетикаға. Ол кезде смартфон болған жоқ әрине. Бірақ енді кибернетиканы жаңағыдай, бірақ та ол 50-ші жылдардың, 40-ші жылдардың соң 50-ші жылдардың басы болатын, сол анау 61-ші жылға дейін сондай жағдай болды. Енді ол кезде енді Сталин жоқ, бірақ та сол Сталиннің жолын жаңағыдай жалғастырушылар, оны әлі де бір 5-10 жыл сол күйінде ұстап отырды. Тек қана 61-ші жылы Норберт Винер деген американдық кибернетика ғылымының негізін салушылардың бірі, Норберт Винер, ИФАК деген конференция Мәскеуде келіп баяндама жасады. Сол баяндамадан кейін 60-ші жылдарда, 60-ші жылдардың басында, 61-ші жыл нақты. Хрущев кезінде, сол ИФАК-тың конгрессі болды. Соған келіп баяндама жасады Норберт Винер. Содан кейін біздің ғалымдар оның алдында барлығы жалп етіп құлап түсті. Ләппай деген кейіп. Кибернетика бізге керек ғылым екен. Табына бастады. Кибернетикасы біз ана коммунизмге жете алмайды екенбіз. Берг деген академик болды сол кезде. Сол алдымен жаңағыдай айтсын, жауап берілмейді деп. Сол жаңағыдай мәселені көтерді. Осылай кибернетика біз білмей жүреді екенбіз. Ол деген бізге керек қой. Ол уақытта PC Microsoft істеп жатыр ол кездерде, қалай жеке меншік персонал компьютерлар бар, 60-ші жылдары солай ғой.
А бізге әлі жетпеген мүлдем жоқ. Жылдары әрине компьютерлер болды, онда шында да Транзисторлар бар, алтын құрастырып жатқан. Ол кезде кибернетиканың енді қажеті сезіле бастады. Өйткені жаңа пайда болып келе жатқан жаңағы сол кездегі техникалық жаңалықтар, яғни оның байқап отырса олардың барлық кибернетика қатысы бар екен. 50-70 жылдары спутникті жер серігін алғашқы ұшыру деген. Содан кейін мынау адамды космосқа, ғарышқа жіберу мәселесі деген, зымырандарды құрастыру деген. Аға, батыста 40-шы жылдардан, 30-шы жылдардан басталды, я? Ол кибернетика, баяғыдан бері, бұлай қарағанда. Батыста, мен айтып отырмын ғой, жаңағыдай, генетика мен кибернетика тыйым салған кезде батыста бұл ғылымдар өте зор қарқынмен дамып жатты. Онда олардың ғұламалары жаңағы HP деген, содан кейін Клод Шеннон деген, тағы да сондай ғұламалар, жаңағы Норберт Винер, сондай олар үлкен мектептер ашып, жаңағыдай оқу жүйелеріне енгізіп, кибернетиканы сөйтіп олар керемет дамытып жатты сол кезде. Анау техника, технологиядан біз кешеуілдеп қалғанымыздың бір себебі осы. Біз кибернетиканы ғылым емес, бұл жаңағыдай жалған ғылым. Сізді айтып жатсыз ғой, ғылым жатқызайық па, жатқызбайық па, ойланып жатсыз информатиканы. Сіз де қазір бір Сталин бір... Жоқ, енді мен информатика өзім ешқандай оғанларға қарсылығым жоқ, бірақ оны толық ғылым деп айтуға болмайды. Қазір, аға... Аптасы болмаған. Аға, қазір Қазақстанда бар ма, енді дүниесінде танымалы информатиктар, жаңа Винер деп атырыз, Фоннеймес, тағы да кім Шеннонды айтып атсыз, үлкен ғалымдарды. Енді қазір әлемде айта аласыз ба, қандай ғалымдар, әлде қазір өте көп болып кетті ма, атау қиын, ондай информатика? Бір жағынан жаңа өзің айтып отырсың ғой, қазір оны информатик деп саналмайтын техника саласындағы, инженерлік саладағы информатикамен байланыссыз адамды, маманды айту қиын. Қазір анау инженерлік саладан кім шығып жатыр мысалға, олардың енді бір 90% информатикамен бәрібір осы мынау IT технологиямен байланысты. Оны өздері мойындаса да мойындамаса. IT технология. Қазір бір IT технология және информатика ғылым бар деп бөлек есептейік. Сонда ал Қазақстанда қай бар ма бір информатика, бір мықты ғалым, енді сізден басқа? Жоқ, мен өзімді жаңағыдай информатик ғалым деп есептемеймін. Енді бізде Қазақстанда бар ма? Ал енді таза информатикамен айналысып жүргендер көп бізде. Баршылық. Бірақ ол информатикамен ғылым ретінде айналыспайды. Ол, яғни мынау практикалық жағына байланысты, практикада пайдалану, соны қолдану арқылы баю, міне сол жағына қазір ауып кеткен. Аға, арамызда... Енді мен информатиканы неге ғылым емес деп отырған себебім, мынау 1974 жылы мынау Киевтегі ғылым, яғни баспасы, Киевтегі бөлімшесі сол, одақтық ғылым баспасының. Сол 2 том мынау кибернетикадан энциклопедия шығарды. Киевта, Украина сол кезде кибернетиканы дамытуға Лужков деген академик бар. Жаңағы Берг деген академик, енді ол академик. Мен айтайын деген ойымды айтып алайын. Міне, сол 2 том, жаңағы энциклопедияның кейін кибернетика ғылымы дамуын тоқтатты. Неге дейсіз ғой? Өйткені сол кездегі Глушков бар, содан кейін басқалар бар, Пацпелд дегендер бар. Солар кибернетика ғылым бұл енді жеке дами алмайды. Бұны біз информатиканың
құрамына енгізуіміз керек деп сондай шешім қабылдап жаңағыдай академияларға шешімді сол анау жоғары деңгейге дейін жеткізіп Бізбен қандай байланыс бар? Ол Украина, біз Қазақстан, мысалы құрама штат оларды тыңдаған жоқ қой. Мысалы оңтүстік Кореяларды оған мән берген жоқ. Глушков қандай шешім келді. Индиялықтар, Қытайлар оларды тыңдаған жоқ қой. Ол Қазақстанмен бізге қандай байланысы бар? Украиндар шешті, мысалы кибернетикадан информатика ғылым бөлек па, бөлек емес па бір нәрсе деп шешті. Ал оңтүстік Кореялар оған қарамады ғой. Samsung'тар пытырлап жатыр, шығарып жатыр. Енді мен айтайын дегенім осы мәселенің айналасы, яғни жаңағы шешімге қарамағандар, олар кибернетиканы ары қарай дамыта берді. Информатика соған қатарлас ғылым болуға талпыныс жасалып жатты сол кезде. Өйткені мынау информатикадан да кибернетикадан да өте жарияланымдар енді тау жаңағыдай болып шығып жатты. Өте үлкен жаңағы тасқын болып, яғни толтырып жатты. Бүкіл мынау ақпараттық әлемді толтырып жатты. Кімдер? Украиндар ма? Бұл кезде кеңестік кімдер толтырып жатыр? Біз кеңестік ортада болғандықтан, жаңағы саяси шешімге дейін жеткізілген, жаңағы ғалымдардың академик деген өздері қарағайдай. Соған біз жаңағыдай бәріміз бетбұрыс соған жасап, кибернетика жаңағы жеке ғылым болып дамуын осы арада доғарды. Міне, сондықтан да екі сұрақ. Кибернетика мен информатика сіз аны бөліп жатырсыз. Мен оны бөлмей, өзім онша сезбеймін да. Кибернетика мен информатиканың айырмашылығы неде? Бар ма? Енді мен соны айтайын. Неге жаңағыдай кибернетика... Ол шетелде сосын біз батыста қарайық. Батыста олар бөледі ма, бөлмейді ма? Батыста осынғы дейін олар мынау қалай айтуға болады? Ол жерде қазір синтетикалық ғылымдардың дамуы күшейді батыста. Батыста қазір яғни кибернетика, информатика деп бөліп атпайды оларды. Олар барлығы жаңағыдай әлгі IT. Science дейді. Science, Science, соның ішіне бәрі кіріп кетеді. Бәрі кіріп кетеді, сондықтан да олар жаңағыдай меже жоқ, осындай информатика мен кибернетиканы бөліп тұратын немесе бір-бірімен. Онда бізге не керек оны бөлу? Өздерінің жұмыстарын істей береді, тек қана жаңағы журнал шығарушылар, жаңағыдай жариялаушылар, олар ғана өздері бөледі, оның сала-салаға бөледі, өйткені жаңағы тасқынды кішкене болса да ажыратып бір-бірімен. Оны оқуға, соны іздеуге ыңғайлы болсын дегендей. Академиямыз, екінші сұрақ, біздің академиямыз дейміз, ғалымдар, олар кімдерменен, қалай деп айтады, СНГ дейді ма, соларменен ақылдасады ма, соларменен КМБ менен, қалай? КМБ-де бағнады ма, қалай байланыс? Тығыз ба? Өйткені олармен байланыстақ, біз төменде жүре береміз артта. Емес па? Енді мынандай мәселе, жаңағы басталды ғой, осы кибернетика мен информатиканың аражігі қалай? Сонымен, мынау кибернетика ғылымының, оның әлгі зерттейтін дүниесі дегендей, ол информатикамен бірдей емес. Енді паспелықтар кішкене асығыстық жасады. Мынау кибернетика, өзі оның теория управления дейді ғой, яғни басқару теориясы, яғни оны жүзеге асырудың екі жақты нәрсе. Оның, яғни, устройство управления дейді, и управляемый объект дейді. Яғни басқарылатын нысан, соны басқаратын. Енді роботқа жақын да кибернетика.
жасанды интеллектке. Міне осылай құрастырылған. Ал енді бұл информатика енгізгенде, бұның бір жағына енгізілген, ең қызығы. Кибернетика толықтай информатикаға енгізілмеген. Өйткені ол әлгі информатикаға қазір анықтамасын қараса, ол это разновидность теории управления дейді информатика. Өйткені қазір көріп отырмыз ғой, ешқандай жаңағы техника, заманауи техника қазір. Осы техникалар информатикасыз, жаңағыдай оның қондырғысыз, оның құралдарынсыз басқарылмайды. Сондықтан да ол теория это управление, наука управление деп қазір яғни кибернетикаға ұсынылған атауды информатика атып алып алды. Ал енді информатикада объект управления деген мүлде қарастырылмайды. Жеке қарастырылмайды. Содан информатика енгізілген кибернетика сыңар жақ болып қалған. Бізде енді информатиктар кім бар ма? Мен онда сұрақ қойдым ба жаңа? Кім бар? Атау болады ма? Сіз атайсыз ба мысалы? Жоқ, кімде? Қайда? Қазақстанда ма? Қазақстанда информатиканы дамытып отырған, жаңағыдай тура информатиканы дамытып отырған жаңағыдай белгілі ғалымдар жоқ. Мен айтып отырмын ғой, ғылым ретінде дамытып отырғандар жоқ. Оны тек практикалық жағынан. Жаңа мен мектеп туралы айттым. Енді біздің қазақ тіл жайлы және информатика енді ғылымымыз әлсіз болып деп көріп атқандай болып отырмыз. Енді менің ұсынысым айтады ғой, екі сиыр алу керек экономиканы даму үшін. Де болмаса Ресейменен қосылып, сол жақта бізге неге жол ашылады мұхитке дейтіндер бар, иә. Менің ойымша бұл мүмкін деп айтады. Мен ойымша деймін. Біз қазір болатын еді, мысалы, мұнай ол бүгін бар, бағасы қандай тәуелді бір айтады ғой, неге ұқсайды бір экономика кедергі жасайды мұнайдың бар болғанын өзі. Өйткені дамымай қалады экономика, үкімет, мемлекет. Бізге өндіріс те жоқ, иә, дұрыс қой. Өндірісіміз бізде Қазақстанда жоқ. Бұлай қарағанда біз білімді ғалымдарымыз бар, үйтіміз бар, бүйтіміз бар, бірақ та өндіріс деген мемлекет жоқ, тәуелсіз деп жатырмыз. Бізде бір нәрсе жасап атқан жоқ болып тұр. Менің енді бұлай қарағанда ұсынысым, біз қазір бір тракторларды жасау, үйту, ол бір бөлек. Не істеу болатын еді? Бізде информатикаға мән беру. Балаларды мектептерде оқығанда дұрыс программа жасау, қазақ тілде, және де ем бастапқы оларға енді жұмыс ретінде балаларға тапсырма берілгенде қазақ тіл дамуына жасайтын программалар, мектептердің, оқушылардың өздері үлес қоссын. Мысалы, болады ғой, түсіну. Мен сөйлеп жатырмын, ол мәтіндеп жатыр. Мен сөйлеп жатырмын, ол ағылшын тілде аудара беріп жатыр. Осындайларды жасауға, оқушыларға бір кішкентай бөліктерді жасап болатын еді істеуге. Кәдімгі жарысып, көрсетіп, мысалы, оңтүстік Кореялар алсақ, олар ол жағынан информатикадан мықты, ресурстар жоқ, бірақ та қалай жасап жатыр. Индиялардың өздері информатикадан қалай, ол жағдан компьютеріңіз бар, үйде отырып ақша табатын еді, долларды, балалардың өздері, әкешілеріне де көмектесіп. Сол жағдан не болмаса, мен айтып атқан жоқпын, тек қана осылай болады тек. Бірақ та осы бар ғой, неге бұған мән бермес, осылай кәдімгідей қадағалам деп атқан. Қалай ойлайсыз, мен дұрыс ба? Айтып атқан кішкене ұқсас па? Шындыққа? Енді, ол бұл арада бірнеше бұның астары бар, аспектісі бар. Неге біздерден сондай мықты бағдарлама құрушылар, осы IT мамандықтары, мықты мамандар дүние жүзіне жаңағыдай белгілі болатындай мамандар шықпай жатыр. Өйткені
біздер кезінде жаңағы алгоритмдер деп айтып отырмын ғой, алгоритмизация. Бұл анау бүкіл бағдарламалаудың негізі. Біз осыны бастаған кезде 80-ші жылдары, 85-ші жылдары мектепке жаңа енгізілген кезде дұрыс басталды. Бағдарламалауға өте жақсы көңіл бөлінді. Мынау оқулықтар жақсы жазылды сол кезде. Яғни сонан кейін, біраз уақыттан кейін тілдер, мынау бейсик тілі деген болды, Паскаль тілі деген болды, Алгол деген тіл болды. Яғни ең алдымен Фортран деген тілді біз жүзеге асырдық. Содан былайша айтқанда біздер мода қуып кеттік. Бір тілден енді жаңа пайда болған тіл жақсы болып көрінді. Содан модадан мода, тілден тіл, сөйтіп біз кішкене қазақша айтқанда лағып кеттік. Ал енді мысалы МГУ-да қарасақ, ВМК деген оның факультеті бар ғой, система математики, кибернетики. Онда осы күнге дейін Фортран өтеді. Фортран тілі ең алғашқы жоғары деңгейлі бағдарламалау тілі. 50-ші жылдары жасалған, ол Ляпунов деген МГУ-ның бір маманы болды, ол АП деген тілді ойлап шығарды, ең алғашқы жаңағы компиляторды жасағанды сол кісі. Яғни ешқандай американдық емес, жаңағы транслятор ең алғаш жасаған Ляпунов болатын. Ол АП деген тілді ойлап шығарды. Өзі жаңа Сталиннің заманында жасырын кружоктар ашып, МГУ-да біраз адамдар кибернетикамен айналысты. Соның арқасында ол яғни тез арада үлкен маман болып шықты. Ең алғашқы транслятор жасаған сол кісі. Міне, сол кездерде пайда болды. Енді Фортранды жасаған енді шетелдік мамандар, сол Фортран тілі кең жайыла бастады. МГУ-да оқыла бастады. Сол осы күнге дейін оқылады. Оның бір артықшылығы не? Оның бір артықшылығы, жаңағы оны оқыған мамандар қазір бәрі шетелде жүр. Шетелдіктер оны жаңағыдай құшақ жая, жаңағыдай қарсы алып, өздеріне қызметке шақырып, бәрін алып кетіп жатыр. Өйткені олар мода қуған жоқ. Олар жаңа бағдарламалау мәселесін жоғары деңгейге көтерді. Сол Фортранда жаңағы бағдарламалық жаңағыдай library, кітапхана, бағдарламахана десек болады, соның керемет жаңағыдай қор жасалды. Ондай қор дүние жүзінде кемде-кем. Яғни бағдарламалау тілінде жазылған бағдарламалық жаңағыдай қорлардың библиотекасы енді бүкіл дүние жүзіне қазір белгілі. Сондықтан да МГУ-ды бітірген түлектер. Яғни өте жаңағыдай олардың әлеуеті жоғары деп есептеледі. Міне, осылай істеу керек еді бізде де Қазақстанда. Бірақ біз мода қуып кеттік. Мынау кішкене Қытайларды алданып қалды. Олар да бірнеше тілге көшіп Алголға кейін тоқтап, оған да тұрақтамай, сөйтіп олар да мода қуып кетіп, аналардан кешеуілдеп қалды. Бірақ та қай елде осы бағдарламалау мәселесі, алгоритмді мәселесі, сол бұрынғы классикалық құрылған кезінен бастап ары қарай дамылды, сол елдерден мамандар мықты шықты. Міне, біздің Қазекеңнің кейдергі әсіре дегенлерге мінезі бар. Біреуге әсіре жаңағыдай сеніп кетеді, біреуге жаңағы қызылды жасылыны көрсе, соған жаңағыдай тайқып кетеді. Сондай бір қазақ мерге тез алғырлық мінезі бар ғой. Сол кейде өзіне сол жаңағыдай кедергі болып, мынау дамуына, мынау жаңағыдай кәсібилік жолмен көтерілуіне, лауазым көтеруге тағы сол кедергі болып қалды. Енді сізге айтар едім. Сондықтан да бізде қазір мынау ұялы телефоннан да жаңағыдай мынау айфон, мынаулардан да неге шетелдіктер ғана жаңағы үлкен маман болады, қазақтардан неге шықпайды, қазақтардың сонда қолы басқа жерден өскен бе дегендей осындай мәселе туындайды. Оның бір себебі міне осындай. Біз шетелден келіп барлық жақсы, шетелдің технология, а біздікі ол технология бола алмайды. Енді қазақта жаңағыдай оған байланысты жақсы жаңа теңеу сөздер бар ғой. Ауылдағының ауыз сасық деген.
міне осы күнге дейін сол пиғылмен біз осы күнге дейін соның екіншісі мынау құлдық пиғыл. Ой, мынау техника жағынан бізден орыстар мықты, технология жағынан арғы шетелдіктер, американдықтар, анау корейлер, анау жапондар, солар мықты. Сондықтан міне соған біз кішкене бейімделіп кеткенбіз, соған тура мойнымызды соған бұрып, жаңағыдай басып ойлап кеткенбіз. Міне сондықтан да бізде осы салалардың дамымай қалған себебі осы да. Яғни біз кезіндегі көшпелі заман болды, көшпелі яғни өркениет болды. Сонда біз балаларымызды жаңағыға енді ғана тәйтелеп жүре бастағаннан оны атқа отырғызатынбыз. Ол кейін ол 5-6 жасында, 7 жасында аттың құлағында ойнайды. Ал біз осы күні балаларымызды техниканың құлағында ойнайтын етіп тәрбиелемей жатырмыз. Өйткені жаңағыдай бізде жаңағыдай дайынға ғана қарайтын. Аннан келеді, мыннан келеді, ой керемет келеді, ой анау Toyota келеді, ой анау iPhone келеді, ой анау онан да кереметтер келеді. Міне соны дайынды күтіп отыра береміз. Міне осы жаңағыдай осындай бір кереғарлық біздің өзіміздің мінезімізде де бар, өзіміздің жаңағыдай табиғатымызда да бар. Бір еліктегішпіз, ауғырлығымыз да бар. Бірақ оған қоса еліктегіш дейміз. Сондықтан бір нәрсеге біз тиянақты болып отыра алмаймыз. Міне, орысша айтса, усидчивости не хватает. Ана бір ағамыз айтып еді, ой, ана біз бір жаңа кафедра құрып аттық, ағамыздың Ғаділбек Мінәжұлы, білесіздер, Шалахметов ағамыз айтып еді, жаңа кафедра құрып атырмыз жаңағыдай, тұрақты даму деген, устойчивое развитие. Енді кім керек? Бір секретар керек. Ол секретар қандай болу керек? Ол анауға бір орындыққа отырды ма, содан артын көтермейтіндей, тапжылмай соларға отыратындай келіншек керек деді. Мен соны бір жағынан күлкім келді. Ал екінші жағынан жаңағыдай әлгі секретардың өзі, хатшының өзі де маман болу керек. Өз жұмысының маманы болу керек. Міне, мен соны кейіннен ол сөздің жаңағыдай астарын түсіндім мысалға. Сол секілді ол қандай болу керек дедім, біздің қазақтың келіншектерінен шыға ма? Жоқ, біздің қазақтың келіншектерінен шықпайды. Енді қандай келіншектен шығады? Ол немкіден шығады, маған айтады. Ғаділбек Мінәжұл ағамыз енді құлағын алтын сырға осындай әңгімені ол кісі маған айтқан еді. Мен енді бір жағынан ол кісі жаңағыдай әжуа сондай әңгімені бұрмалап сөйлеуге сондай өзі оның несі жаңағыдай керемет маман. Бірақ енді жаңағы сөзіне мен кішкене мән беріп кейіннен осы сөзде бір жаңағыдай астар бар, керемет астар бар деп ойладым. Сол секілді бізде бір мамандыққа жаңағыдай бетбұрыс жасап, содан тапжылмай, соны жаңағыдай бүге жігесіне дейін жетіп, ар жақ бер жағын түгел жаңағыдай қамтып, соны меңгеріп алу деген сол кішкене болыңқырамай тұр, сол жағы жетіспейді. Сондықтан да енді біз қазір әрине мамандар дайындап отырмыз. Біздің дайындап шығарып отқан радиотехника, электроник телекоммуникациялар мамандығы жаман емес. Біз балаларымызды шегелеп тұрып, осы мамандыққа әйтеуір шама шарқымыз жеткенше үйретіп жатырмыз. Шама шарқымыз демекші, тағы да біз үйренетініміз сол батыс болып тұр әзірше. Өйткені мен осы қандай пәндерді, қандай бағыттарды оқыту, соларға қандай технологияны үйрету, осын мен енгізу үшін оқу бағдарламасына ең алдымен мынау Мәскеудің, Новосибирдің, Ленинградтың сол жердегі біздің рет деген мамандыққа мамандық бойынша жұмысқа қабылданатындарға қойылатын талаптарды ең алдымен барлығын оқып, зерттеп алып. Сонан кейін барып қана мынау оқу жоспарларына енгізілетін тақырыптарды енгіздік. Міне, соның арқасында қазіргі мысалы біздің оқытып жатқан жаңа түлектеріміз қазақша да, орысша да, екі жақтан да, екі тілде де осындай озық осы біздің саламыздағы технологияның СИСКО дейді, басқа дейді, осы керемет дамыған озық нелер үйретіп жатырмыз соларға. Оларға қиын тиіп жатыр. Мысалға, бір лабораториялық жұмысты жасау үшін, мысалы, жаңағы Simulink Control Design деген американдықтардың жасаған ең соңғы жаңағыдай тәсілі бар.
Міне соны мен студенттерге міне осы бойынша орындайсыңдар деп тапсырмай отырып алдым. Олар ары жылады, бері жылады, біз қайдан аламыз? Америкаларың бар ғой, содан аласыңдар. Бірақ енді сайттарын бәрін өзім тауып бердім. Әлгі жаңағыдай құралды өздеріне алып беретіндей жағдай жасадым. Соның арқасында олар осы лабораториялық жаңа зертханалық жұмыстарын ойдағыдай жасап шықты. Ең алдымен олар оған сенген жоқ. Біздің қолымыздан келмейді. Тіптен мен айтқан әріптестеріміз айтады, өй, сен не айтып отырсың? Біздің студенттердің, біздің магистранттардың қолынан ол келмейді. Онда ғылым тұр. Ғылымға біздің балалардың қабілеті жоқ. Міне осындай әңгімелерді айтты. Мен айттым, жоқ, қабілеті бар біздің студенттер. Ешқандай олардан кем емес. Аға, біз 2 сағаттан асып жатырмыз. Мен солардың жағдай табандылығының арқасында осындай жетістіктерге қол жеткізіп жатырмыз. Сондықтан да жаңа сенің көтеріп жатқан мәселең өте зәрулі. Сондықтан бір нәрсеге, мысалы, мамандықта келдім мен, мамандықта бетбұрыс жасадым ма, ол осы мамандықтың, яғни осы маманы болып, кәсіби жағынан ол жоғарылап, барлығын меңгеріп, бөлгенше сонымен айналысады деп отыр. Әлгі бізге қазір бүгін бізде бітірді, ертең әлгі телешқа ұстап, базарда жүретін мамандар қазір керегі жоқ. Қазір оларды ешкім елеп ескермейді қазір, оны көріп отырмыз. Не? Бас кезінде нарықтың басында олар шынында да керек еді, қажет еді. Ал енді қазір байқап отырмыз, барлығы біртіндеп өз орнына келіп жатыр. Түбінде. Ресейдің ғылымы бар деген ойымыз бар. Өткенде мен бір теореманы Мәскеу университетін, сіздің оқыған университеттің бір бала студенті ма дәлелдеген әлемдегі фирманың ба бір теоремасын бір есіңізде ма? Бір теореманы дәлелдеген осы өткен жылда ғана айту болады. Бірақ та Ресей дейміз, Украина сол жақта айтып жатырмыз ғой, жаңа олардың украиндардың да IT жағынан жақсы мамандар бар. Олар қалай болса да, сіз айтып жатсыз ғой, кибернетиканы жоқ қылған, жаңағы Винерді айтып жатсыз, Мәскеуге келген. Біз батыстан, Ресей ол батыстан алып жатыр ғылымды. Қалай болса да, олар мүмкін өздері қортып алса да, бірақ та батыстан келіп жатыр ғылым. Жапондардың дамығанында, Корейлердің дамығаны, Қытайлардың дамығаны білім бірінші көзі болып тұр батыстан. Әсіресе Құрама Штат ол жағынан IT-дан мықты болып тұр. Көріп жатырмыз. Біз, мен ойымша, тек қана енді Ресейге, Мәскеуге қарамай, мүлдем қарамай, тек қана басқа жағынан, жан жақтан алу керек білімді, әсіресе түбінен алып. Мысалы, Қытайлардың дамығаны, олар ағылшын тіл біліп, солармен американдармен тығыз араласып, ол жақта студенттерді оқытқызып, ол жерде өздері тұрып болғаннан соң, олардың қазір технологияны жоғары көтеріп жатыр. Бізге солайды, біз қарамау керек. Бұлар Ресей, олар батыстан алып жатыр ғылым. Біз тура батыстан алуымыз керек. Сол үшін ағылшын тіл маңызды, әсіресе информатика саласында. Біз қазақ тілде, орыс тілде, ағылшын тілде судай білмесе де, судай білген жақсы. Және ең болмаса жақсы білу керек, түсіну керек, не жазып атқан, қалай, ол енді осы салада маңызды. Ол әлемдік тілі, ғылым тілі, технология тілі, бизнес тілі әлемдегі болып саналатын, енді қосатын. Енді сізге, енді сіз менен кішкене сіз аға боласыз ғой. Онда сізге ағылшын тілді, енді сіз білесіз ғой ағылшын тіл. Енді, бұл көтеріп отырған мәселеңде өте қазіргі күндері. Мынау талас та туылды
жатыр, дау-дамай да шығарып жатыр. Осы тілдерді көбейтіп қайтеміз. Яғни өзі бұлай да балаларымыз өзі мына оқудан шаршап жүр. Анау ата-аналар өздерінің балаларын аяғандай көреді. Ал енді шындап келетін болсақ, біздің елбасының бұл бастамасы өте орынды, уақытлы, және де онсыз біз болашағымызды елестету қиын. Онымен толық сіздің айтқандарыңызбен келісем. Оны жоққа шығарар жоқ па? Оны жоққа шығарар жоқ па? Қосайын. Біз жаңағыдай орыс тілі әлемі деген бар. Мир русского языка. Міне, біз орыс тілін өте қажетті деңгейге дейін игердік. Орыс тіліне біздің енді алғысымыз зор. Орыс халқына да кезінде оларға старший брат дедік. О жағынан енді Абай бабамыздың өзі де мына орыс тілі бұл біздің әлгі мәдениетке, өркениетке ашылатын терезе деп, ол бекер емес, оның барлығы уақытлы бәрі болды. Ал енді қазіргі заманда бізге жай ғана орыс тілі жеткіліксіз. Орыс мәдениеті жеткіліксіз. Орыстың технологиясы жеткіліксіз. Бізге жаңағыдай үшінші тіл, немесе төртінші, немесе бесінші. Не болмаса екінші. Соның барлығын біздің балалар игеру керек. Біздің әсіресе жастар. Оны ешқандай ол таласатын, дау-дамай шығаратын мәселе емес. Енді дүниежүзінің бүкіл жаңа ақпарат кеңістігін алайық. Сонда 90%-тен кем емес, 90-нан жоғары, яғни бүкіл жарияланатын әсіресе мынау техникалық, инженерлік саладағы, осы ғылымдар саласындағы барлық жарияланымдар ағылшын тілінде. Неге біз жаңағы үндістер бізден асып кетті дейміз? Неге жапондар бізден асып кетті? Неге жаңағы дәрістер бізден асып кетті? Біздің қай жеріміз солардан кем? Қытайлар міне, өйткені олар жаңағыдай, олар анандай дау-дамай жасаған жоқ. Ағылшын тіліне тура кейбіреуі жаңағыдай өзінің екінші тілі мемлекеттік тілі қылып алды, мысалы индиялықтар, жапондықтар да содан алыс кеткен жоқ. Ал енді Қытайында қазір толық жаңағыдай бетбұрыс жасап жатыр. Бұл заманауи, қазіргі мынау жаһандану заманының бір барлығымызға жаңағыдай міндетті мәселесі. Осы мынау концепциядан біз ауытқымауымыз керек. Ол рас. Енді мен соның бір көрініс ретінде міне, мен 2011 жылы мынандай кітап шығардым. Оны өзің көргенсің. Міне, жүйелер теориясының негіздері, основание теории систем, basis of system theory. Міне 11 жылы осы үлкен 500 беттен тұратын міне оқулық шығардым 3 тілде. Мен сонда осы оқулық сіз жасағансыз, сонда? Осы оқулық, осы кітап сіз жасағансыз? Осы саладағы мысалы мақалаларды оқи алатындай мен деңгейге жеттім. Ешқандай мектепте мен неміс тілін оқыған болатын, вузда мен ағылшын тілін өткен жоқ, бірақ соған қарамастан. Міне екінші, міне, былтыр ғана шыққан, міне соңғы бояулары кеуіп болмаған, соңғы міне оқу құралым. Бұл міне көпіршік ату теориясы, теория кавитации, theory of cavitation. 3 тілде, мынау 3 тілде, міне, мынау 3 тілде, екеуі 3 тілде. Бұл ерткен 3 тілде шығарып отқан жоқ. Қазір өзі университетте, біздің университет біртіндеп статус өзгеріп келе жатыр, ғылыми зерттеу мекемесі университеті болып біз қайтадан құрылып жатырмыз. Сондықтан мынау бір жағынан осындай 3 тілділік бізде енді басқа тілдер оқытылады, жапон тілде оқытылады, Қытай тілде оқытылады, басқа тілдер оқытылады, бірақ енді негізгі біздің қазіргі жай терезе емес, бізге mirror сервер деген бар ғой. Яғни ол айна сервер дейді. Ол Американың үлкен серверлерінен өзінің жаңағы бүкіл базасын бізге Европаға,
Азияға жаңағыдай жарқылдатып, соның жарқылын осы бізге жаяды. Миррор, яғни айна. Бізге Ол сізде қана терезе емес, айна. Евразиялық университетте ма? Бұл ағылшын тілі, Евразиялық университеттегі ма? Сондай мүмкіншілік? Анау әлемдік мүмкіншілік ол. Миррор сервер деген Американың үлкен корпорациялар, IT корпорацияларына миррор серверді қойып қояды. Айна. Яғни содан шағылысып, бүкіл ақпарат базаларынан Европаға келеді, бізге Азияға келеді содан. Оны миррор сервер дейді ғой. Өзің білесің ғой, кішкене шет жағасын. Сен де хабарың бар. Міне, сондықтан да... Мен айтпақшы информатик емеспін ғой, программист емеспін, білесіз ғой. Ол мәселе онда емес. Мәселе сенің білуге тиіссің деген мағынада айтып жатыр. Абай бабамыз кезінде айтты ғой, орыс тілі, анау батыста ашылатын терезе. Мен айтар едім ағылшын тілі. Жай терезе емес, ол айна. Бүкіл батыстың өркениетіне бізді бетбұрыс жасататын, оны үйрететін айна деп есептер едім. Міне, сондықтан да мен енді мақтанған емес, бірақ мақтансаң біліміңмен мақтан дейді ғой. Орғаныңмен емес, жегеніңмен емес әлгі. Біліміңмен мақтан дейді. Енді ол қазіргі міне заманауи, егерде мен мәтел деп айтар едім. Сондықтан да осындай білімнің біраз жаңағыдай саласымен айналысқаныма мен соны өзіме өте сол үшін бақыттымын деп есептеймін. Сол үшін мен өмірімді жаңағыдай бостан-бос сүрмегенімді мен айта аламын. 25 жыл бойында мен мынау кітап оқулықта шыққан нәрселер 25 жыл бойы айналысып, сонымен жатпай тұрмай, күлтегінлерге ұстынында жазылғандай. Яғни түнді ұйықтамадым, күндіз отырмадым, қызылғанымды жүгірттім. Міне, сол 25 жылғы еңбегімнің нәтижесі осы. Көріп отырсыңдар ма? Қашан шықты бұл кітап? 2011 жылы. Әне тарихтылар әлгі танылмаған ұшатын нысандар ұшып жүр. Соны біздің қазекеңдер арқандап алып, қазанда ол әне ет пісіріп жатыр. Өздеріне кигіз үй жасап жатыр. Кигіз үйге ұқсас жаңағыдай. Мынау кітапты жазу үшін 15 жыл, соңғы 15 жыл осыған кетті. Міне 19 жылы бұл кітабым шықты. Керемет. Міне байқап отырсаңдар, бұның ортасында найзағай тұр. Найзағай емес, шар найзағай. Міне осы шар найзағайдың құпиясын ғылыми түрде жаңағыдай әзірше болжап, бірақ та оның әлгі негіздемелері бар. Құпиясын ашқан осы алдында отырған ағаң. Осының негізінде, осының айналасында талай көпіршік ату ғылымы шығып, міне, соның бірінші нәтижесі ретінде осы маусымның 11-13 арасында халықаралық симпозиум өткізейін деген ойымыз. Қашан? Университетте. Қашан? Маусым айының 11-нен 13-іне дейін. Оны біздің enu.kz сайтынан кез келген адам қарап, соны қатысуға... Маған да бару болады ғой, Көпіршік ату теориясы деген симпозиум 19 мамыр күні жарнама ретінде шығып, оған жаңағыдай жіберілетін хабарламалар, шақырулар сонда енгізілген. Соның менің мына оқулығымның электрондық нұсқасы сол жерге жүктелген. Кез келген адам мектептің оқушысы болсын, студент болсын, немесе біздің әріптес ғалымдар болсын, соны алып, өздері соған қатысуға жол ашылады. Мен ғылым болмасам да бару болады ма? Оқушы болмасам да? Енді болмасам да дегендей, сен мысалы оған кішкене жарияланымдар жасауға тырыссаңдар, тіптен жақсы. Өйткені бұл жаңа туындап жатқан, жаңа пайда болып жатқан бұл анау сала көпіршік ату деген. Тіптен оның терминологиясын осы күнге дейін кішкене көпіршік ату қалай ол ағылшын тілде ме? Қайтып аталады? Cavitation. Қалай? Кавитация дейді оны. Cavitation. Орысша армай қабылданған кавитация деп.
Бірақ мен оған балама тауып отырмын қазақша. Өйткені кавитация деген сөз ертең латын тіліне көшетін болсақ, ол жөн деп көшетін болсақ. Латын тіл бе, латын әріп пе? Латын әріп дедіңіз. Латын тіл деген ертең әліпбиден түсіп болуы мүмкін. Кавитация деп сондықтан да айтуға болмайды қазақша. Мен бірден соны алдын ала жаңағы ескеріп, соған жаңағыдай балама тауып отырмын. Көпіршік ашу деген. Және де бұл сөз оның мән мағынасына дәл келеді. Ал орыста ондай сөз болмауы мүмкін. Енді неліктен айтады ғой біздің мамандар, Абдуәли Хайдари академик ағамыз айтқан, біздің қазақ тілінің түбірлі сөздері жағынан байлығы орыстардан 10 есе жоғары. Ағылшындардан 12 есе жоғары. Мен айтамын, бізде баламасы табылмайтын, бізде қазақта сөз болмайды. Міндетті түрде кез келген нәрсеге балама табылады. Бірақ енді оның жағатыны бар, жақпайтыны бар. Елбасы айтты ғой, күй сандық деген нәрсе деп. Оның мен астарын түсініп отырмын. Неге ол елбасына жақпай отырғанын. Егер де оның саз сандық десе, онда елбасы ол туралы әңгіме көтермес еді. Күй сандықтен де орысша айтып көріңіз. Дәл сол сөздермен. Сондықтан да бұл арада әр нәрсені балконды қылтима деп аударып жүр қазақша. Сондай келеңсіздіктер бар. Аға, жақсы, біз 2 сағат 20 минут байланысамыз. Қараңыз, бізді тыңдайтын ешкім таба алмай шығар, біз жалығады. Бұл әңгімеге енденді кіріскен секілдімін мен. Жалпы. Сондықтан да бұл әңгімелеріңді Әнуар мырза, егер жалғастырсаң, жалғастырайық. Мен, мысалы, информатикадан біраз сұрақтарым маған қызықты, информатика және бір естіп қалдым, Вернадский ма бір нелері бар. Сосын кен көпіршілік дегенді қалай, ол тереңдек білгім өзіме қызықты. Сосын кейін қазақ тілдің мәселесін не істеу болатығын бұл жерден де бір осы менен біріктіріп айтыменен. Және айтып атқанымыз білім министрлікке осы салаға жақын ғой, біз әңгімеге жақын айтып жеткізу болатын еді. Не болмаса сұрақ қойып, не болмаса ол кісілерменен сөйлесу. Айтпақша, латын әліп бар, латын жазба туралы. Қазақ жазба туралы едәуір бір әңгіме құрау болатын еді. Иә ма? Енді осы бүгінгі әңгімемізді кішкене бұлай тобықтай түйінін айтайық бүгінгі әңгімеміздің. Өйткені бұл тек бастамасы деп мен өзім солай деп қабылдап жатырмын. Жаңағы айтылып жатқан сенің әрбір бағытта, әрбір салада жеке әңгіме ұйымдастыру қажет. Математика бір бөлек, информатика екінші, кибернетика үшінші, жаңағы көпіршік ату теориясы төртінші, жаңағы латын әліпбиі, соның кейін мынау тілдік мәселе, қазақ тілінің мәселесі. Лингвистика. Ол лингвистика тағы да бөлек жаңа топтама әңгіме құрылады. Оған мен дайынмын деп айтылам. Өйткені осылардың барлығының жаңағы айналысуға тура келді. Өйткені міне қаншама жыл мен істеп жатырмын университетте. 30 жыл өзіме берілген бағыттарда, сабақтарды қазақша таза өткізуге мен әрқашан бұлай талпынып, соның терминологияларын жетіспей жатқан баламаларын табу. Соның кейін мынау тіптен терминологиялық комиссия соның жұмысына да араластым кезінде осы үшін. Талай сол жарияланымдар жасадым. Кейбір жаңағыдай айтылған терминдеріміз мүмкін дұрыс та болмай жатқан шығар. Ал енді кейбіреуі, мысалы, көпіршік атуды мен ойлаймын, бұл қазақша жаңағыдай термин жасамда, сөз жасамда, бұл сөздің болашағы бар деп ойлаймын. Ешқандай жаңағыдай
менің әріптестерім қазір жартысы жаңағыдай қолдайды, келесі жартысы оны мүлде қолдамайды. Ал енді кезінде жаңағы Норберт Винердің өзін Американың жартысы, оны ғұлама ғалым, біздің гений деді. Ал екінші жартысы, бұл ешқандай ғалым емес, шарлатан деді. Мысалға. Ал енді сол кибернетика қаншама жаңағыдай техника, технологиялардың жасақталуына жол ашты. Сол кибернетикамыз. Ал енді шындап келсек, кибернетика Норберт Винерден басталмайды. Ол Платоннан басталады. Мүмкіншілік болса, біздің заманымызға дейінгі бесінші шығасың. Басқа қандай ғалымдарды, мамандарды да қоссақ жақсы болатын еді, мүмкін, егер кім. Біртіндеп оны ойластыруға болады, иә. Бұл мамандар табылады, қосылатын. Немесе маған жаңағыдай балама жаңағыдай пікірлер айтып отыратын. Қазір сондай бар ғой, сұхбаттық жаңағыдай екі жақты пікірді де біле отыру деген. Мен өйткені кейбіреулерменен сөйлескенде мені былай қарағанда енді тек қана өздері сөйлейді, мені онша тыңдамайтындар да болып қалады. Мен бір журналист секілді қабылдағысы келеді. Дұрыс. Қазір жаңағыдай көп ретте журналистеріміз солай ұйымдастырады ғой. Екі жаққа қойып қояды, екі жақ қарама-қайшы пікірлерді сол өздерінше дәлелдеп. Бізде тағы да бүгін айтқанмын, бізде енді ақындар, домбыра тартатындар, тарихты білетіндер, тағы да енді қазақ тілді мамандар дейміз ба, солар қазақ тілде болып тұр да, ол жан-жақтың не болып жатқанын олар түсінбейді. Өздері бәрі жақсы деп ойлайды. Бір индейецтердің резервация сияқты жүреді өздерімен өздері. Ал елдің жалпы қандай тілдің жағдайы олар жүректері түсінбейді деп көрінеді маған. Сол үшін біз нақты маманға жақын кісілер осы. Дұрыс. Осындай әңгімелерді егерде молынан ұйымдастырып, жаңағыдай оны жеткізетін жерлеріне жеткізіп, жаңағыдай интернетке таратып, осылай отырсаңыз, біртіндеп, бұл жағынан да кішкене біз жаңағыдай қажетті жаңағыдай үлесімізді қосамыз ғой деген ойдамын. Яғни керек зәрулі мәселелерді, ең қиын жаңағыдай шешімі түйіні қиын мәселелерді, концептуалды, тұжырымдамалық мәселелерді оған айталамыз. Сондықтан да, егер ұйымдастырсаңыз, мен қарсы емеспін. Көп рахмет сізге. Сізге рахмет. Дәрімбек аға. Өзіңе де рахмет, осындай әңгімені бастап жатқаныма. Бұл әңгіме жай осы жерде қалмау керек. Әне менің немерелерімді көріп тұрсың ғой, 2 немерем портрет. Әне мен арқамның, үлкен немерем, кіші немерем. Міне осылардың болашағы жарқын болу керек. Олар жаңағыдай тұмшаланып, жаңағыдай өзің айтпақшы, қазақ тілін тек қана тұрмыстық ортада ғана, ошақ басы отқасында ғана пайдаланбай, жалпы әлемдік деңгейде, ақпарат әлемінде, жаһандық деңгейде қазақ тілі де өзінің орнын табады ғой. Мақтанышпенен сөйлейтіндей, сөйлейтін не тақырыпта болу керекті. Ол өзіміздің яғни отандастарымыздың да қазақ еместердің де мәселесі. Олар қазір бетбұрыс жасалып жатыр. Бірақ сол 15 жыл бұрын жақсы жасалған еді, кейіннен саябырсып қалды. Оның көптеген себептері бар оның. Жаңағы субъективті, объективті демекші, оның себептері бар. Сондықтан да осы мәселені біз саябырсытуға болмайды. Ешқашан болмайды. Тілімізді егер де шынымен де сақтап қалғымыз келсе, ана тілімізді, баба тілімізді, Қожаберген жырау баба деп сөйлеген ғой, баба тіл деп. Міне соны сақтап қалу біздің әрқайсымыздың парызымыз. Міне мен сені өте осы мәселеде мақтан тұтам.
Өйткені сен осы сол егемендікке дейін бір ауыз қазақша білмейтінсің. Білемін ғой мен сені жақсы білемін. Иә, білмеймін, сол мен де айтып жүрмін, білмеймін. Қазір сайрап отырсың. Сайрап отқанда, соның өзінде мен сенбейді біраздар. Жоқ, ол сен өз деңгейінде, сен өз деңгейінде тілді игергесің. Міне, сондықтан да сен жарайсың деп, сені бір мақтап қоюыма әбден болады. Енді кейбіреулер әлгі, ой, қазақ тілін үйрену деген қиын екен. Американдықтар келеді, 2 айда үйреніп алады. Басқа елдерге келеді, үйреніп алады. Қытайлардың жаңағыдай өздеріне Қытай деп айтқызғысы келмейді бұл арада. Өздері қазақтай жүреді осы арада, мысалы. Дәрістерінде солай болып келе жатыр қазір. Иә, сол кезде біздің өзіміздің қарайды өздер, қандастарымыз, мұрындарын шүйірді. Бұл не деген? Бұл не деген олардың қасиеті? Бұл не деген олардың жаңағыдай бейшаралығы деп айтар едім. Міне, сондықтан да шенеунік болсын, кім болсын, президентімізге де өте мақтауға болады. Өйткені біздің университетке келіп дәріс оқығанда ол қазақша білмейтін. Иә, кейіннен сөз берді. Келесі жол келгенде қазақша оқимын деп. Міне, қазір сайрап тұр. Қасым-Жомарт Кемелұлы, сондықтан да мен өзім қатты сыйлаймын президентімізді. Қолдауға дайынмын, барлық жағынан қолдауға дайынмын. Әсіресе мынау қазақ тілінің жаңа әліпбиін жасауға мен атсалысып жатырмын, ол кісіге хатымды да жаздым, өзім пікірімді де білдірдім, ашықтан ашық білдірдім. Біреуге жаңағыдай анау ләппай деп біреуді анау өтірік мақтап, ондай емес. Мен анау біздің шенеуніктердің істемей отырған жұмыстарын айтып бердім ол кісіге. Істемей, біреудің істегенін соны жаңағыдай дұрыс жеткізе алмай, елбасын 3 рет ұятқа қалдырдым мысалға. Міне сонда айтып бердім мен. Айтып жазып бердім. Сіз экономикадан да сөйлесе аласыз ба? Бар ма? Экономикадан да біраз сөйлесе аламын. Өйткені мен міне 15 жыл Тұран Астана университетінде жұмыс істеп тұрған мынау әдістемелік, теориялық әдістемелік семинар бар экономикадан. Міне мен соның үзбей қатысушымын. Мен анау қазір анау Аблязов шығып жатыр ғой. Ол былай қарағанда өз білімді болып көрінеді. Керемет, былай қарағанда. Біздің министрлерге де ақыл айтып жатқандай, енді бұл жауда да болып жатыр, көрініп тұр. Бізде қарапайым елде сауаттылық жоқ, экономика жағынан. Көп жақтан сауаттылық жоқ. Ол қарапайым нәрселерді әркіміз білу керекпіз. Сол жағынан біз кішкене әңгіме құрсақ, ел алданбасын, білсін қалай не болып жатқан. Жаңағы жеу дегенде, ұрлау дегенде айттық қой. Соны да көретіндей, қай жерде қалай бюджет деген не деген тексеретіндей деңгейде біз болу керекпіз. Енді Әнуар мырза, енді бұл мәселе айналасында мен тұшымды бірдеңе айтамын деп айта алмаймын. Бұл таза саяси, және де саясаткерлер, соның мамандары, кәсіби мамандары айналысатын мәселе. Онда егер таныстарыңыз болса айтыңыз. Ол туралы мен әңгіме қозғай алмаймын. Білмейтін нәрсем білмеймін деп айтамын. Арасында мен айта саламын білгенімді. Бірақ енді жаңағыдай әңгімелер көтеріліп отырғанда ғылым, техника, технология, жалпы мынау әлемдік даму айтып отырған кезде ондайды араластырмағанымыз дұрыс. Жеу дедіңіз әңгіменіз араныз. Жейді деп. Жеу дегенде ұрлайды ғой деген. Абай бабамыздың сөзімен айтсақ, олар пысыққайлар. Пысық емес. Пысыққайлар. Пысыққайлардың жұмысымен мен айналысқым да келмейді. Олар туралы әңгіменде айтқым келмейді. Жақсы аға, көп рахмет, мағам да рахмет айтыңыз, сізге де көп рахмет.
бала шағаларыңызға аман сау, бірлесе бірде болып, ұзақ өмір, жол денсаулық, арманыңызға жете беріңіз. Жаңағы қалай дейді, шығармашылық сондай. Енді өзің айтқандай бұл жаңағыдай әңгімелерімізді, осы сұхбаттарымызды тыңдаушылар, оқырмандар, егер де менің мысалы белгілі бір жаңа жасқа жетіп, сол яғни соның бір есеп беруі, мысалы әншілер де бір 30 жылын, 25 жылын атап өтіп жатады ғой, ақындар да сондай мысалға. Сондықтан сондай бір белес деп, осындай бір кезеңдік әңгіме, кезеңдік ойлар деп егер де қабылдаса, мен өзіңе мыңда мың рахмет айтар едім. Халқыма да сондай риза болар едім. Көреміз біз. Жақсы. 2,5 сағат. Көріскенше күн жақсы дейді. Жақсы аға. Жақсы. Жақсы. Мен қазір.